құрметті форумға қатысушылар. Бүгін біз өте маңызды тақырып сталкинг, некеге тұруға мәжбүрлеу мәселесін талқылау үшін жиналдық. Аталған іс-шараның мақсаты сталкингпен некеге тұруға мәжбүрлеу үшін қылмыстардың жауаптылығын көздейтін заңнаманың жаңа нормаларын туралы халықаралық хабардар ету. Сталкинг бұл біреуді жүйелі түрде қудалау, мазасын алу, бақылау немесе қорқыту әрекеттері. Сталкинг негізгі белгілері ол не? Қалауына қарсы әрекеттер құрбанның келісімсіз жасалады. Қудалау, қорқытатын хаттар, хабарламалар, қоңыраулар жіберу және мәліметтерін заңсыз тарату болып саналады.